Болашақ стипендиясына мотивациялық хатты қалай жазамыз? Сәлем достым, менің есімім Ержігіт Найзабек. Бүгінгі видеода осы болашақ стипендиясының маңызды құжаттарының бірі уәждемелі хатты немесе мотивациялық хатты қалай жазу керектігі жөнінде ақпараттар беретін боламын. Бүгінгі видеода біз не туралы айтамыз? Ең біріншіден мен кішкене уәждемелі хаттың қабылдану тарихын айтып кетемін. Екіншіден уәждемелі хаттың маңыздылығы қандай, неліктен біз оны дұрыс жазу керекпіз, соны сізге түсіндіруге тырысамын. Үшіншіден осы уәждемелі хаттың талаптары жайында айтамын. Содан кейін толығырақ уәждемелі хатты қалай жазу керек, қандай бөлімдерден тұрады, және де мен қалай жазуға кеңес беремін. Өзімнің құрылымдармен бөлісетін боламын, және де сонымен қатар осы уәждемелі хатты күшті жазуға, мықты жазуға мен өзімнің топ 5 кеңесімді беретін боламын. Сондықтан да осы видеоны соңына дейін қара. Бұл видео сізге өте құнды ақпараттар береді және пайдалы болады. Бірінші осы уәждемелі хаттың не екендігіне анықтама беріп кетсек, уәждемелі хат деп отырғанымыз ол сіздің оқуға деген мотивацияңызды, сіздің мақсатыңызды көрсететін, және де сол құжатты оқу арқылы сізді тұлғалық ретінде тануға мүмкіндік беретін құжат болып табылады. Тарихқа көз жүгіртетін болсақ, мотивациялық хат ол 2025 жылдан бастап болашақтың қажетті құжаты ретінде енгізілген болатын. Оған дейін мотивациялық хат жазу міндеттелген жоқ. Яғни сол уақыттан бастап, былтырғы жылдан бастап, яғни осы мотивациялық хат өте маңызды құжат болып табылады. Неліктен? Себебі осы күнге дейін, оған дейін 2025 жылға дейін сұхбаттасу кезінде эксперттерге сіздің алдыңызға үміткер келген кезде ғана сол үміткерлерді жаңадан танып, сол кезде оған базовый сұрақтар қойып, кішкене уақытты тиімді пайдалану мүмкін емес еді. Ал осы уәждемелі хатты жазу арқылы эксперттерге алдын ала олардың алдына қандай кандидат келе жатыр, ол кандидаттың мақсаты қандай, неліктен осы болашақ стипендиясымен шетелде оқысқа келеді, қай университетті таңдап жатыр, және де ол не үшін таңдап жатыр деген секілді маңызды ақпараттарды алдын ала білуге мүмкіндік беретін еді. Сондықтан да сұхбаттасу кезінде сізге жалпылама сұрақтар емес, кәсіби сұрақтар және де кішкене қиындау сұрақтар қоюға жол ашты. Және осы болашақ стипендиясына қажетті уәждемелі хаттың тарихы осындай. Осы жерде мен өзімді сіздермен таныстырғым келеді. Жаңа айтқанда мен есімім Ержігіт Найзабек, мен өзім болашақ түлегімін. Өзім каналымда болашақ стипендиясы жайлы көптеген пайдалы ақпараттар беремін. Егер сіздің болашақ стипендиясы жайлы ешқандай ақпаратыңыз болмаса, онда мен сіздің өзімнің 3 айдың ішінде болашақ стипендиясын жеңудің формуласы атты воркшопымды қарауға кеңес беремін. Осы сілтемеде тұрады. Сол видеоны қарау арқылы сіз болашақ стипендиясы қалай дайындалу керек, қандай мамандық таңдау керек, және де қалай жеңуге болатындығы жөнінде өте құнды ақпараттар беремін. Сонымен қатар сол видеоны қараған адамдарға мен әлемнің болашақ стипендиясынан бөлек 50-ден аса қосымша стипендиялары бар гайдты дайындап қойған болатынмын. Бірден сол видеоға көште, сол видеоны қарап, осы видео қайтадан оралсаңыз болады. Біз әрі қарай жалғастырайық. Енді осы мотивациялық хаттың маңыздылығы жөнінде айтып кетейік. Мотивациялық хат ол не үшін маңызды? Ең біріншіден, ертең сұхбаттасуда болатын сұрақтар осы сіздің жазған мотивациялық хаттың негізінде болады. Яғни сіз қандай ақпараттарды жазасыз, сол ақпараттардың төңірегінде болады. Екіншіден, сіз комиссия мүшелері білу керек деген ақпараттарды алдын ала бере аласыз. Себебі болашақ ешқандай резюме деген сияқты басқа да құжаттарды сұратпайды. Осы уәждемелі хат арқылы сіз өзіңіздің өміріңіздегі, бэкграундыңыздағы құнды ақпараттарды алдын ала бере аласыз. Сол арқылы комиссия сізді алдын ала бағалай алады, қандай кандидат оларға келе жатқанын да түсіне алады. Уәждемелі хаттың жазылу талаптарына келетін болсақ, жазу тілі қазақ не орыс тілінде болады. Өзіңізге қай тіл ыңғайлы, сол тілде жазыңыз. Бірақ ескере келетін жағдай, егер сіз орысша ойланатын адам болсаңыз, онда бірден орыс тілінен жазған дұрыс. Егер ертең сұхбаттасуда сіз қазақша жауап беремін десеңіз, онда қазақша жазыңыз. Яғни қай тіл сізге жауап беруге ыңғайлы, содан бастасаңыз болады. Сөздердің саны 500 саннан аспау керек, бірақ та мұны қатаң тексермейді болашақ комиссиясы. Яғни 500 плюс-минус 50 сөз болса да ештеңе етпейді, 600 сөзге дейін. Онда қорқатын ештеңе жоқ. Жазу стилі бойынша ешқандай қатаң талап жоқ. Кәсіби стилде ешқандай әдеби емес, эксперттерге түсінуге оңай болатын құрылыммен жазсаңыз болады. Енді уәждемелі хатты қалай жазамыз? Мен уәждемелі хатты жалпы 3 бөлімге бөліп қарастыруға кеңес беремін. Ең бірінші бөлімде ол сіздің өзіңіздің бэкграундыңыз байланысты, сіз қандай мәселені шешесіз, ол мәселе
Қазақстан үшін неліктен өзекті, ол мәселе сіз үшін неліктен өзекті, ол мәселенің қандай да бір таралу жиілігі ма, статистикасы ма, немесе сіздің өміріңізде болған мысалдары ма, соның барлығын айтып кетсеңіз болады. Яғни сіздің жеке өзіңіздің мотивацияңыз қандай ол проблеманы шешуге. Одан кейін екінші бөлімге көшсек болады. Яғни екінші бөлімнің алдында, бірінші бөлімнің ортасында, бірінші бөлімнен кейін сіз осы магистратураны оқуға неліктен шешім қабылданғандығыңыз жөнінде айтып кетсеңіз болады. Одан кейін екінші бөлімде сіз университет жайлы айтасыз. Университет неліктен таңдадыңыз, ол университет қандай сізге мүмкіндіктер береді осы мәселені шешуге, сіздің мақсатыңызға жетуге, белгілі бір мысалы сабақтары сізге көмек бере ме, немесе профессорлар ішінде қандай да бір сізбен зерттеу жасауға көмектесе ме деген секілді. Яғни осы бөлімде сіз осы университеттегі жеткіңіз келетін қысқа мерзімді мақсаттарыңызды және де диссертацияңыз жөнінде айтып кетсеңіз болады. Үшінші бөлімде, яғни сіз оқуды бітіресіз, сосын Қазақстанға оралғаннан кейін сіздің жоспарыңыз қандай? Яғни басында мен осы мәселені шешемін деп кеткен, мысалы Найзабекті өзімді айтайын. Қазақстанға келгеннен кейін Найзабек сол мәселені қалай жүзеге асырады, ойлаған ойын, қандай әдістер алып келеді, не алып келеді, және де оны шешу жоспарын қысқаша түрде айтып кеткен дұрыс. Яғни осы үш бөлімге бөліп, осы үш бөлім қылып сіз жазсаңыз, онда бұл эксперттерге ертең сізді түсінуге, сізге жақсы баға қоюға, бағалауға септігін тигізеді. Енді осы жерде уәждемелі хат жазуға менің кеңестерім бойынша келетін болсақ, ең бірінші өтінем менің осы сілтемедегі видеомды қараңызшы. Яғни болашақ стипендиясына стратегиялық түрде қалай дайындаламыз, қалай кейсті құрастырамыз, сол бойынша мен пайдалы ақпарат түсірдім. Соның бірінші қараңыз, сосын барып осы видеоға қайтып келіңіз. Себебі көп адамдарда жиі кездесетін проблема ол болашаққа стратегиялық түрде дайындалмайды. Сондықтан да, яғни уәждемелі хатқа бөлек дайындалады, сұхбаттасуға бөлек дайындалады, мамандық таңдауға бөлек дайындалады деген секілді барлығы осы бір негізде болған дұрыс. Яғни осы жерде мен екінші кеңесім, сіздің барлық таңдауларыңыз әрбір этап бір-бірімен тізбекті байланысу керек. Мысалы, университетте, яғни бірінші сіздің бэкграундыңыз, сол бэкграундыңыз сай сіздің мамандығыңызға сай университетіңіз, және де сол Қазақстанға келген кездегі, Қазақстандағы шешкіңіз келетін мәселе, және де мотивациялық хаттағы айтатын әңгімеңіз, сұхбаттасуда сіздің қорғайтын кейсіңіз барлығы бір линияда, бір тізбекте болған дұрыс. Бұл менің сізге беретін екінші кеңесім, әрбір этапқа бөлек дайындалмаңыз, бүткіл этапқа бірден дайындалыңыз. Үшінші менің кеңесім, ол мүмкіндігінше суды аз жазыңыз. Су керек емес. Мысалы, көп адамдар қалай жазады? Мен дамытамын, көтеремін, мен жоғарылатамын деген сияқты. Мысалы, дамытамын деген сөз, оны сіз қалай түсінесіз? Дамыту дегенде әр адам әртүрлі түседі. Мысалы, дамытамын деген сөзді былай келтірейік. Мысалы, Қазақстанға келгеннен кейін мен мысалы медицина саласын дамытамын. Ал мен екінші нұсқам. Қазақстанға келгеннен кейін мен Қазақстанға жаңадан осы инсульт немесе қандай да бір мидың ишемиялық ауруларын ертерек диагностикалау әдістерін алып келу арқылы мен осы инсультті болжаудың немесе оның алдын алуын 10%-ға немесе 5%-ға жоғарылатуды көздеймін. Көрдіңіз, дамыту қалай? И мына мен берген ақпарат қалай? Яғни сіз бір дамытамын деген сөзді өйстіп парафрейзинг жасау арқылы кеңірек, толығырақ ашуға болады. Төртінші кеңесім, өзіңізді мақтауды ұмытпаңыз. Беспалевно мақтаңыз. Сіздің өміріңізге елеулі қандай мақтанатын ақпарат бар. Яғни эксперттер, комиссия оны сізден сұрауға міндетті емес, сізді ашуға міндетті емес. Сіз өзіңіз ол ақпаратты оларға беру керексіз, оларға көрсету керексіз. Мен міне осындаймын. Міне осы себепті мені таңдаңыздар. Осы себепті де мен болашақ стипендиясын жеңуге лайықтымын деген осы ақпаратты берсеңіз, олар ертең сізге кішкене лайылды қарайтын болады. Ал менің соңғы 5-ші кеңесім, ол осы уәждемелі хатқа сіз бизнес жоспар, бизнес проект ретінде қараңыз. Ойлаңызшы, бизнес планды сіз инвестордың алдына апарған кезде сіз оны қорғауыңыз керек. Оны неліктен сіз осыны кәсіп жасағыңыз келеді, ол қандай профит алып келеді деген секілді. Ойлаңыз, сол үкімет сізге 50 миллионнан 100 миллионға дейінгі қаражат берейін деп жатыр.
осы бизнес жоспарыңыз сіздің қалай жақсы жазылады, солай сізге ертең стипендия осылай берілетін болады. Көптеген үлкен қаражат. Сондықтан да осындай көзқараспен қараңыз. Сол көзқараспен ойлаңыз, қандай жағдайда менің осы жоспарымды, бизнес жоспарымды инвесторлар қабылдайды. Және оны қабылдау үшін мен не жасау керекпін? Достар, міне бүгінгі видеоның негізгі ақпараттық бөлімі тамам. Осы жерде мен сіздерге тағы да кішкене қосымша ақпаратты бергім келіп тұр. Ол менің алдыма келетін үміткерлер жайлы. Көп адамдардың жиі кездесетін проблемалары қандай? Олар әрбір этапқа бөлек дайындалады. Мана мен айттым, ешқандай стратегиялық түрде дайындалу деген жоқ. Ой хаты бөлек дайындалады, сұхбаттасуға бөлек дайындалады, арасында ешқандай байланыс болмағандықтан ертең сұхбаттасу кезінде сіздің ақпараттарыңыздың бір-бірімен сәйкес келмеуіне алып келгендіктен сізге деген эксперттердің сенімділігі азаяды. Одан кейінгі ол қандай мәселе шешу керектігін білмейді. Қазақстанда қандай мәселе өзекті, неліктен бұл мәселені шешу керекпін деген секілді. Сонымен қатар соңғы осы мәселелердің бірі ашы болса да шындық. Көп үміткерлер болашақ стипендиясын ол еліме көмектесемін деп емес, ол қыдырамын, келісімшарт жабамын, тілдік деңгейімді көтеремін деген секілді ниетпен тапсырып жатыр. Сондықтан да басынан осындай ниетпен тапсыру кішкене сізге қиындық тудырады. Сіз еліңізді дамытуға, еліңізді көркейтуге көңіл бөлгеніңізді, уақыт бөлгеніңізді, соны мақсат қылып ұстағаныңызда мен сізге мықты қылып ұсыныс жасар едім. Осы ниетпен сіз бастасаңыз, әрі қарай сіздің жолдарыңыз бәрі жақсы болады. Ал егер сізге осы болашақ стипендиясы жайлы осы уәжмел хат жазу бойынша сізге менің видеом ұнаса, онда төменге өтінемін пікір жазыңыз, сұрақ қойыңыз. Ешқандай жазу керек болмаса, хотя бы смайликтер басып кетіңіз. Бұл менің каналым әрі қарай дамуына және де сізге осындай көптеген пайдалы ақпараттарды беруіме септігін тигізер. Осы жерде достар, мен сіздерге тағы да бір құнды ақпарат бергім келіп тұр. Егер сізге осы болашақ стипендиясына көмек керек болатын болса, онда мен сізге өзімнің көмегімді ұсынамын. Манағы айтқан бүткіл ақпараттарын қолданып, сіз уәжмел хатты жазыңыз. Мен сізге бөлген бөлімдер бойынша соны маған жіберіңіз, мен сізге оны тексеріп беремін, сізбен бірге стратегиялық сессия жасаймын. Яғни бұл сізге кәдімгідей ойыңызды дұрыстап құрастырып алуға, бүткіл картинаны көруге және де қателіктердің алдын алуға септігін тигізеді. Себебі мен сіздерге 30 минут пен 45 минуттың арасында өте пайдалы ақпараттар беремін. Қалай кейсіңізді жоғарлату керек, қандай қателіктерді көріп тұрмын сізден деген секілді. Болашақта сұхбаттасу кезінде сізге қойылуы мүмкін деген сұрақтарды да жайлап айтып кететін боламын. Ол видео сол жаңа айтқандай 30-45 минутқа созылады. Google Meet платформасында жүреді және де сол видео кездесу видеоға жазылады. Сол видеоны сізге қайттан жіберетін боламын, ол сізде сақталады. Менің құным жеңілдікпен 9500 теңге болады. Оның ішіне сіздің уәжмел хатыңызды тексеру және сізбен бірге стратегиялық сессияны құрастыру, стратегиялық сессияны өту кіреді. 9500 теңге. Төменге сілтемені қойдым. Сілтемеге өтіңіз, маған жекемен жазыңыз және де төменге пікір қалдырып тұрыңыз. Сау болыңыз достар.